Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уақытында тағы бір оқиға болған. Ол кісінің бір 14 пен 20 жастың аралығында деп келтірген. Жалпы бір оқиғалар болған өмірде, жаңа Меккеде. Мына ру мен ру арасында көптеген бір қақтығыстар болып қалады. Сондай-ақ жаңағы қайтатын білім жоқ, Құран жоқ. Қайта қоятын, сол нәрсеге қарай қоятын білім жоқ, Құран жоқ. Эмоция басқарады көбіне. Жаңағы эмоция егер жаңағы рудың ішіндегі ең үлкенде болса, күллісі сол эмоцияны жасауға мәжбүр болады. Сіз бе? Ешкім тоже не ете алмайды да. Өзі бір Алла тағаланың қалауымен бір басылатын күнге баспаса, кәдімгі соғыстар бір-бірімен кете беретін жағдайлар болып қалады. Не сөйтіп, мынандай бір оқиға болады. Уруа деген кісі Рахал деген рудан болған. Нағман ибн Мунзир деген кісімен екеуі сөйлесіп тұрып, Нағман ибн Мунзир айтады: мен ана керуенімді, көбінесе сауда керуенім менікі миск тасимын, жаңағында қош иістер тасимын, жібек тасимын, тағы да басқа жаңа товарлар бар. Сол мен күнде сол керуенмен кетіп бара жатқанда менің қорғаушым жоқ дейді. Ана жақта қарақшы деген жетеді. Құрайыштікіне ғана тиіспесе, басқалардан талап кетеді. Құрайыштікіне кешегі Абрахадан кейін тиісе алмайды. Басқаларында енді талап кететін нәрсе көп та. Әрбір заманда болған нәрселер ғой мысалы. Сонымен сол айтады: менің малымды, керуенімді қорғап бере аласың ба дейді Уруаға. Сосын айтады: мен қорғап берем дейді. Жеткізетін жерге дейін жеткізіп берем дейді. Сен қорықпай ақ қой бұл нәрсеге дейді. Сосын енді ана Кинананың ішінде бір бұзықтары болады. Бұл да енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның атасы ғой. Анау жақта Кинанадан келатқан, әрбір рудың ішінде жақсысы да бар, жаманы да бар. Бір кейбір тұлғалар жаңа бүлдіріп қояды, бірақ бір тұлғаның бүлдіруімен ұлтқа тіл тигізуге болмайды. Алла тағаланың тәлім тәрбиесі. Жаза болсын, айып болсын, сол тұлғаның өзімен жасалады. Және сен осындай ұлттансың деп жасалмайды оған. Сен неге мынаны бүлдірдің деп жасалады. Жауап бер деп ісіңе. Кәдімгідей сондай Кинанадан жаңағы бір кісі келеді. Сосын айтады: сіз неге оның керуенін қорғауға алып жатсыз? Сіз білесіз ғой, көбінесе біз ғой барып тиісетін дейді. Енді біз бір-бірімізді сыйласып жатқаннан кейін, біз тиісетін керуенге неге сіз жағаласып жатсыз дейді оған. Бізден қорғамақшысың ба дейді. Керек болса бүкіл адамнан қорғаймын дейді ол кісі. Аналарға ұнамай қалады бұл сөз. Мен жаңағы мына рудікі екен, мына рудікін деген демеймін. Кез келген рудікі маған егер өтініш жасалса, қолымнан келіп тұрса, мен қорғай беремін дейді. Ана кісіге ұнамай қалады ол. Сонымен жаңағы Қайыс деген рудан болған кісі сөйтіп оның жолға шығатынын күтіп, аңдып барып өлтіріп қояды ғой бұл кісіні. Сосын Кинаналықтар кісі өлтіріп қойғаннан кейін өзі не болады ғой, ана қашу деген нәрселер. Сосын бұлар қашады. Өлтіріліп қойған кісі жаңағы ол бөлек басқа бір рудан. Сонымен олар кетіп қашып жүрген кездерінде Құрайышқа да хабар жетеді бұл жайында. Біз бірден кейін бүлдірдік дейді. Кинана енді Құрайыштың арғы жағындағы атасы, қанша дегенмен туысқандық жағынан осылар байланысты, жақындары. Туысқанды қорғайсың әйтеуір, қате болсын, қисық болсын, бәрібір деген нәрсе. Қағида солай да. Сонымен өстіп жүрген кезде аналарға хабар жетіп, жаңағы кісінің руына олар келеді. Бұлар Меккеге әлі кірген жоқ. Меккеге бүйтіп жақындап, қалаға жақындап келе жатқанда аналар артынан қуып жетіп, сол жерде соғыс болады. Төбелес, қырғын, біраз нәрселер кетеді. Сонымен әлі соғыс, әлі төбелесіп жатыр. Меккенің ішіне кіріп, Меккенің ішінде төбелес жалғасып кетеді. Меккенің ішінде төбелес жалғасып кеткен кезде, ол харам территориясында болмайды ондай нәрсені істеуге. Харам аймағында бұл нәрсе мүлде істеуге болмайды. Бірақ олар жаңағы эмоция жеңіп, сол нәрсеге барып қояды да, харамның территориясында сондай бұзақылық жасауды фижар деп атайды. Фижар, фуджур, мысалы, фәжір деген сөздің өзі жаңа қылмыскер, сондай бұзақы, тіл алмас, тәртіп бұзғыш деген мағыналарды бергеннен кейін, міне сол харамның тәртібін бұзып жібергеннен кейін олар бұл соғысты фижар соғысы деп атаған. Қақтығысты. Яғни бұзғындық соғыс, жаңағы Ал-Харам территориясының қасиеттілігін аттап кетіп істелген сондай бір бұзақылық соғыс деген мағынада. Сонымен бірнеше күндер осы нәрсе қақтығыстар болады, әйтеуір біраздан кейін басылады. Содан кейін тағы бір рудың кісісі келеді. Забит деген рудан бір кісі келеді. Ол көп товар алып келеді Меккеге. Енді ауылы басқа жақтан, елі басқа жақта, руы басқа жақта. Әйтеуір Меккенің үстімен келгеннен Меккеге бір товар әкеліп, товарды ұсынған кезде Ас ибн Уайл деген кісі, ол да жаңа Құрайыштардың алдында абыройлы, беделі бар дегендей. Сол Ас ибн Уайл: мен алайын, мына товарын сатып алайын дейді.
Ол қуанып, жақсы болды, қайтадан ауылыма қайтуға да біраз табыс алып дегендей жер араламай, еліме қайта қойсам деген ниет жасайды. Сонымен ол оның тауарын алады да, сөйтіп ақшасын бермей қояды. Сосын ол барып сұрайды, ақшаны бермеймін дейді. Сосын жаңағы Забит руының адамы Құрайыштың ақсақалдарына келіп айтады, менің малымды алып беріңдер. Мына сендердің осы жерде болған жағдай мынау. Әні ас Ибн Уайл тұр әні өзі. Алып беріңдер малымызды деп, олар араласып қысы келмейді бұл нәрсеге. Астың жеткен артында, алдында жаңағы беделі бар оның. Жаңағы бір-біріне нер болады ғой енді, бір алыс берістер бар, солар байлық болады ғой адамдарда. Әділетті болатын жерде адамдар әділетсіздік жасайды. Осы зұлымдық деген нәрсе жаман нәрсе да. Сонымен жаңағы кісі не істейді? Қабаның қасына барады. Ей Құрайыштар деп жылайды. Мынандай қасиетті Меккенің ішінде бір адамға зұлымдық жасалды, малына да, арына да. Қасиетті Қабаның қасында адамның қадір қасиеті тапталатын орынға айналған ба мынау дегендей. Мен мысалы өзім умра жасауға келгем. Әлі оны жасай алмай жатырмын, малыма жете алмай жатырмын. Алып беріңдер менің малымды деп жаңағыдай Қабаның қасында сөйлейтін, енді сүйектен өтетін сөздер кетеді. Содан жаңағы Зубайр ибн Абдул-Мутталиб Зубайр деген тағы бір баласы. Сол баласы жаңағы барып айтады, ана бейшараны сорлатып айқайлатып қойғандарың не? Мына мәселе болмайды деп. Сосын Абдулла ибн Жадаған деген кісі келеді. Ол да іштеріндегі жаңағы кішкене парасаттылығы мол, күллі жаңағы руларды жинайды үйіне. Абдул-Мутталибтің руын, Хашимнің руын, күллі жаңағы Зухра, Тайм бірнеше ру бар. Сағат руы, солардың барлығын үйіне жинап, біз былай істейік дейді, келісейік дейді біз. Бүгіннен бастап дейді, мына Меккенің қасиеттілігі айтылды дейді, өлеңде сүйектен өтті дейді. Мына Әл-Харам территориясында бір адамға енді зұлымдық жасалмайды. Малына да, өзіне де. Мейлі ол біздің ішіміздегі ошақта өмір сүріп жатқан Меккедегі ру ма, әлде Меккеге сырттан келетін қонақ па? Зұлымдық деген нәрсе бүгіннен бастап болмайды. Осыған кәнеке келісейік деп қолдарын беріп, сол жерде жаңағы қол келісу болады. Аль-Фудул келісімі деп атайды өздері. Яғни адамның ар-ұжданы, әділетсіздікті, адамның хақына зиян тигізу, әділетсіздігін жою жолындағы келісілген жаңағы келісімде. Пайғамбарымыз салсам айтады, мен жаңағы алғашқы соғыс болып отқан жерде де болдым дейді. Ол жерде де жаңағы көкелерім садаға беріп тұр, бізге деген кезде садаға беріп тұрғам дейді. Сосын кейін мына келісімде де қатыстым дейді мен. Осы келісім дейді, өте керемет келісім болды. Бұл келісімнен кейін кәдімгі әділеттілік орнады дейді Меккеде, адамдардың құқықтары арасында. Зұлымдық жасалмайды. Бір әлсіз ренжітіле ме, хақысын алып береді болды. Содан бұлар жаңа жерден пайғамбарымыз салсам айтады, бұл келісім дейді, өте керемет келісім болды. Егер бұл келісімнің орнына біреулер келіп азғырып, біз саған бәленбай қызыл түйеден берейік, қызыл түйе деген қымбат қой оларда. Берейік десе де мен ешқашан ол нәрсеге келіспес едім. Сондай-ақ исламнан кейін де, егер де адамның құқықтарына зиян тигізбеу деген осындай бір одақтасу болып қалса, мен одақтасар едім деген пайғамбар салсам жеткен жаңағы хадисінде. Сондықтан неге? Өйткені әділеттілік деген нәрсе ол үлкен мағына, Құран бұйырған бізге. Содан жаңағы кісілер Ас ибн Уайлге барып, күллі жаңа алған беруге тиісті мал мүлкін бәрін тартып алып, ақшасын түгелін алып, жаңа Забиди деген кісінің қолына береді. Міне деп. Ол кісі қуанып еліне қайтады. Жолда қалған адам ғой, зиян жасалып жатыр да. Сондықтан Алла Тағала Құранда бізге не дейді, құрметті жамағат? Мысалы, Иса сүресінде айтады, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, инналлаха яъмурукум ан туадду ал-аманати иля ахлиха. Сөзсіз Аллах Тағала сендерге бұйырады, ей адамзат, ей мүминдер, аманаттарды біреудікін алдың ба? Біреудің ақшасы ма берілмей тұрған, біреудің қарызы ма қайтпай тұрған, біреудің мүлкі ма жалға алған. Әйтеуір біреудікі аманат деп аталады. Сіз қайтаруға тиісті нәрсе аманат деп аталады да. Осы аманаттарды иелеріне қарай беріңдер дейді. Осыны бұйырады дейді Алла Тағала сендерге. Міне. Ва иза хакамту байнан наси, егер де адамдардың арасында төрелік жасасаңдар, бір дауласып екі адам даушы кеп қалатын болса, төрелік жасаған кезде де осы төрелікті әділдікпен істеңдер дейді. Инналлаха ни'имма яғизукум бихи. Алла Тағаланың сендерге уағыздап атқан нәрсесі қандай керемет жақсы нәрсе дейді. Міне осы уағыздан кейін инналлаха кана самиған басира. Алла Тағала енді сендерді көреді, естиді. Істейсіңдер ме осылай, істемейсіңдер ме? Аманатты қайтарасыңдар ма, қайтармайсыңдар ма? Дегендей жаңағы аяттан кейін тәрбиелеймін, қараймын, мен бақылаймын сендерді дейді. Соқтан біздердің өзімізге сондай бір қағида түсірген, сол аяттан кейін мысалы Алла Тағала айтады,
Я аюхаллазина аману, я иман келтіргендер, атиғуллаха, Аллаға бойысыныңдар, ва атиғур расуля, елшіге бойысыныңдар, ва улил әмри минкум. Сондай ақ өздерінің жаңағы бастарында тұрған адамға, мысалы мешіттегі имамның өзіне, оны осы мешіттің ішіндегі мешіттегі адамдар имамды сыйламаса, далада кім сыйлайды оны? Көрдіңіздер ме? Сондықтан намазда алдыңда тұрды ма? Сондай мағынада және сіздердің жаңағы өздерінің араларынан болған басшыларға бойысыңдар дейді. Фаин таназахтум фи шейин, егер де қандай да бір істе тартысып, таласып қалсаңдар, шешімін таба алмасаңдар, оңай дейді Алла Тағала. Фаруддуху илаллахи уар расул. Аллаға және елшісіне, яғни Құранға және сүннетке қарай қайтарасаңдар дейді, болды. Ешбір нәпсіге жол бермейтін үкім тұр дейді өзде. Міне соған қарай қайтара салсаңдар, кім қайтарады? Мынандай адамдар ғана қайтарады дейді оны. Ол қандай адам? Ин кунтум туъминуна биллахи вал яумил ахир. Егер Аллаға және ақырет күніне иман келтіргендерден болсаңдар дейді. Алма? Залика хайрун. Міне осы дейді ең қайырлы нәрсе, ва ахсану тауила, және жақсы нәтижемен аяқталатын шешім осы дейді. Сондай-ақ сізге біреу зұлымдық жасап кетуі мүмкін, мысалы кезінде. Мысалы, меккеліктер жаңағы кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көп жапа шектіріп, көп зиян шектірді олар. Аль-Харам мешітінен қуып шықты, Меккеден қуып шықты деген нәрсе болады ғой. Енді сол кезде де мұсылман болса да жаңағы айтайық, сахабалардың көкірегінде кегімді алсам, сөйтсем, бүйтсем бе деген нәрсе болуы мүмкін мысалы. Сол нәрседе Алла Тағала айтады: Я аюхаллазина аману, ей иман келтіргендер, қуму лиллахи, жаңағы қауамина лиллахи, куну қауамина лиллахи. Аллах үшін, Алланың хақысы үшін тұрып беретін адам болыңдар дейді. Қараңыз қалай айтады. Сондай-ақ шухада бил қисти, әділдіктің куәсі ғана болыңдар дейді. Вала яжриманнакум, қараңыздар, шанаану қаумин, сендерге қиянат, зұлымдық, жамандық істеген адамдар, сол адамдар ертең алдыңа келіп, сен енді оған не істесең де істей алатын жағдай болып қалса дейді. Қараңыздар, сол бұрынғы жамандықтары бойыңды билеп, мына нәрсеге сені итермелеп жүрмесін дейді. Қандай нәрсеге? Ала алла тағдилу, әділетсіздік жасауға оларға дейді. Қараңыз. Иадилу дейді сосын Алла Тағала, әділетті бол дейді оларға. Ваттақуллаха, Алладан абайлаңдар, қорқыңдар, тақуалықты бұйырып отыр да. Инна Аллаха шадидул иқаб, өйткені Алла Тағаланың азабы қатты дейді. Сондықтан ватағавану алал бирри ваттақуа, әрдайым тақуалық пен жақсы істерде бастарын қосылып тұрсын дейді. Вала тағавану алал исми вал ғудуан, ал жаңа күнә мен дұшпандықта, қастықта жәрдемші болмаңдар дейді бұл нәрседе. Алла Тағаладан абайлаңдар. Сөзсіз Алла Тағала сендердің не істеп жатқандарынан хабардар дейді.